29 сабақ. Сәлем балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпайық. Мен сендерге түсінікті оңай болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер үлгермей жатсаңдар, видеоны қайтадан көріп, немесе видеоны тоқтатып тұрып, дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. С дыбысы. 39 мәтін. Мәтінді оқы. Цирк өнердің өте керемет, ертеден келе жатқан түрі. Цирктің көшпелі және тұрақты түрлері болады. Үнемі көшіп жүретін цирк көшпелі цирк деп аталады. Алматыда бір тұрақты цирк бар. Онда акробаттар мен шабандоздар, күлкілі клоундар өнер көрсетеді. Мәтін не туралы? Мәтін цирк туралы. Мәтін неше бөліктен тұрады? Мәтін 3 бөліктен тұрады. Әр бөлікте не туралы айтылған? Бірінші бөлігінде цирк туралы айтылған, екінші бөлігінде цирктің түрлері айтылған, үшінші бөлімінде Алматыдағы цирк туралы айтылған. Клоундар неге күлкілі болады деп ойлайсың? Өйткені клоундар күлкілі өнер көрсеткендігі үшін күлкілі болады. Циркке барғанды ұнатасың ба? Әрине ұнатамын. Себебі циркте өте керемет көңіл күй аласың. Әртүрлі жануарлардың билегенін, ән салғанын және өнер көрсеткенін көресің. Клоундардың күлкілі іс-әрекеттерін көресің. Сол себепті маған ұнайды. Акробаттар, шабандоздар, клоундар тақырыбы бойынша олардың цирктегі атқаратын қызметтерін топта талқылаңдар. С дыбысы бар сөздерді тап. Цирк, цемент, мотоцикл және тағы да басқа сөздер. Оның айтылуына назар аудар. С және С дыбыстарын өзара салыстыр. С дыбыстарына цирк, цемент, мотоцикл деген сөздер, басқа тілден енген сөздер келеді. С дыбысында сары, сиыр және де екеуде сөздің әр буынында кездесе беретін әріптер. 40-шы тапсырма. Цирк қызықтары тақырыбында өзің көрген оқиға туралы жаз. Мен циркке барғанымда шабандоздар өте керемет өнер көрсеткен және әртүрлі аю, қояндар өздерінің өнерлерімен мені таң қалдырған және де ең қызықтысы клоундардың күлкілі іс-әрекеттері болды. 41-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Анасы балаларын циркке апарды. Үй салуға цемент өте қажет болды. Биыл әр гектардан ондаған центнер күріш жиналды. Ол мотоцикл жүргізуді үйренді. С әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жаса. С қатаң дауыссыз дыбыс. Ол басқа тілден енген сөздерде кездеседі. Цех, цемент. Шығармашылық үзіліс. 42-ші тапсырма. Келесі беттегі сөз жұмбақты шеш. Ата, заң, өлшем бірлігі, сахнадағы ән, би кеші, санның таңбасы. Көлік түрі, оқу құралы, ойын, көрсетілетін орын. Бізде ата, заң, консультация болады. Конституция болады. Өлшем бірлігі центнер. Сахнадағы ән, би кеші. Сахнадағы ән, би кеші. Концерт. Сахнаның, санның таңбасы. Көлік түрі, мотоцикл, оқу құралы, циркуль, ойын көрсетілетін орын, цирк. Сөздерді қатесіз жазып, жазылуын есте сақта. Сөздерді қатыстырып, сөйлем құра. Осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрайтын болсақ, ертеден келе жатқан біздің Қазақстан Республикасының ата заңы Конституция деп аталады. Өлшем бірлігіне центнер. Биыл мақтадан ондаған центнер
мақта алынды. Сахнадағы ән би кеші. Алматы аренада, үлкен сахнада Садраддин ән би кешіні ұйымдастырып жатыр. Концерт, үлкен ауқымда концерт болайын деп жатыр. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса комментарияға жазып сұрауларыңа болады.